Gelin gelin. Gelin geldi ağayın aynalayın. Kırındıgın aluğa saylanayın. Oy Толғанай, той деген күшті өтті. Беташар деген күшті болды. Мәз, мейрам, ана жыршың, беташардың жыршыны қаяқтан таптыңдар? Күшті таныстырып, күшті болып өтті. Иә, бәрі жақсы болды ғой. Қолыңыз ұзарды, келін түсіріп. Енді Толғанай, енді жұмысқа алаңсыз, рақаттанып өмір сүріп жүресің ғой. Иә, соны айтамын ау. Ауру кемпірді бағатында көмекші келді. Жақсы болды ау, саған көмектесетін. Иә, ауру бағу оңай дейсің ба? Ауруды баққан адам біледі ғой. Ауру бағу қиын, бабын табу керек ол адамның. Енді келін табады ғой бабын. Ой, Толғанайды мен білем ғой. Осы әулетке дейтін еңбегі сіңген. Жұмысында жасайды, енесінде қарайды, түздің жұмысын жасайды, жақсы от келін келген. Бұрын бір өзіңе қиын еді. Келін келіп енді үйіңді жинайды, үйіңді тазалайды, тамағыңды пісіреді, әжесіне қарайды. Бәрін жасап қояды дейді ғой. Мене сонда қыл ұқсап қызмет ету үшін келдім ба? Келін айналайын, шайың тәтті бол. Мына шайдың кәдесін берейік. Мынау шайдың кәдесі жарым. Біздерді чайдың кәдесін берейік. Чайың тәтті болды, айналайын. Күшті ол шай, тәтті ол. Рахмет, барыңыз ағайсын. Келін жаным тұр, бата берейік. Я Құдайым жарылқ ет, жарылқаудың қамын ет, не тілесек әзірет тілегімізді қабыл ет, екі жасты бақытты ет, әумин. Бақытты бол. Шай ішіңіз. Ерасыл қайда, жұмысына кетті ма? Иә, таңертең ерте тұрып жұмысқа кетіп қалған Ерасыл, білмеймін. Осы күні бір азығып жүр. Келін қайда? Келін ұйықтап жатыр. Қазір оятармын. Индира, біз бәріміз жұмысқа кетіп бара жатырмыз. Үйді жинап, сорпа пісіріп қой бүгінге. Сосын әжеңді қарап қой. Дәрісін уақытымен бер, жарай ма? Иә. Ай, келін, су әкеліп берші, жаным ай. Ай, келін, оу, дәрімді беріңдеші. Ай, келін, су әкелші. Ай, келін, оу, дәрімді беріңдеші. Ай, келін, оу, дәрімді беріңдеші. Индира, сен әбетте әжеңнің дәрісін бермепсің ғой. Олай болмайды. 3 мезгіл дәрісін беріп тұрмасаң, жағдайы нашарлап кетеді. Үй тазалайым деп ұмытып кетіппін. Сосын тамақ пісірем деп үлгермей қалдым. Солай ма? Мейлі. Өзім беріп шықтым бүгін дәрісін. Ертең дәрісін ұмытпа. Шайын суын апарып беріп тұр. Дәрісін 3 мезгіл уақытымен беріп тұр. Қайта хабар алып тұр. Жарай ма? кетші бер. Ne oldu can? Ерасыл, сенде ауру әжең бар екенін айтпағансың маған? Төсек тартып жатқан неге жасырдың? Мен сонда сен бесплатный санитар кету үшін алдың ба? Күйем деп басымды айналдып жоқ болшы бәрі. Бастық атырмашы. Енді барлық келіннің міндет емес па? Мә, сонда келіне құлма не? Үй жина, тамақ пісір, үші ауру кемпірді бақ. Ол бәрімізді өсірді. Тіпті мені арқалап жүріп бақты. Бізді дұғасына қосып отырады. Енді оны қарауымыз керек қой. Кім қарау керек сонда? Мен ба? Жан, сәл шыдаш. Бәрі жақсы болады. Бұйырса әжем жақсы болып кетер. Шыдашы, мен де осы үйдің құлымын ба сонда? Мен сенің әжеңді бақпайым. Бұлдан башы. Мұрныңнан қан ағып жатыр ма? Кешке өзіміз қараймыз ғой. Тек күндіз қарап жүрсің ғой. Сенбі жексенбіде өзіміз қараймыз. Енді әжем қартайды екен деп, ауру екен деп далаға лақтырамыз ба? Бер қара. Искеш наны, искеш. Үстімнің бәр дәрінің есіне сасып кетті. Сенің шешен құсап 25 жыл ауруды бақпай мен.
Қарай алмасаңдар, апартпастаңдар қариялар үйіне. Ей, Мына үйде бір күнде қалмайым. Кетем ертең ақ. Алло, қызым, амансың ба? Қызым демеңіз мені. Мен бәрібір қайтып бара алмаймын. Мен ауру бағып өмірімді өткізгім келмейді. Мен өзім үшін өмір сүргім келеді. Ол не дегенің қызым? Сені жанұямыздың бір мүшесі етіп қабылдадық. Ерасыл да сені қатты жақсы көрді. Әжең де жақсы болып кетер. Мен соны тіледі дейсің бе? Қарты бар үйдің қазынасы бар деген. Біз бағуға міндеттіміз, Индира. Жоқ ене, мен ауру адам қарамайым. Және өзімнің де аяғым ауыр. Ерасыл мені жақсы көрсе, келсін өзі. Біз бөлек тұрамыз. Жақсы. Кішкене қалды. Кішкене. Кішкене қалды. Болды, міне. Болды, міне. Кішкене қалды, басы көрінді. Болды, міне. Болды. Мамаша, құтты болсын. 3 кило 600 ұлды болдыңыз, мамаша. Мамаша, балаңызды беріңіз. Неге? Тексеруге. Қайда бала? Анализдерін алып тексеріп, дәрігерлер хабарын айтады өзі сізге. Уайымдамаңыз. Біз барлық анализдерді қарап шықтық. Генетикалық тексерудің бәрін қарадық. Сіздің балаңызда туа біткен жұлын бұлшықет атрофиясы. Бұл әлсіздіктен бе витамин қабылдауға болмай ма? Жоқ қарындасым, өкінішке орай бұл генетикалық ауру. Өмір бойы болады. Өмір бойы? Иә, бұл ауруда алдымен бұлшықеттер әлсілейді. Одан кейін жүруі, тыныс алуы қиындауы мүмкін. Сонда ол ешқашанда жазылмай ма? Қарындасым, толық жазылады, жазылмады деп айта алмаймын. Қазір бір ем шыққан, кей балалар емделіп жатыр. Бірақ та ол өте қымбат. Сонда шанс бар ма? Мен ештеңе айта алмаймын. Бәрі Құдайдың қолында. Құдай, мен ауру адамды бақпаймын деп едім. Неге баламды ауру қылып бердің? Құдайым, кешіре көрші мені. Мен бәрін білем. Мен врачтармен сөйлестім. Уайымдама, бәрі жақсы болады. Біз бірлікте түрде бәрін жеңеміз. Емдеп аламыз бәрін. Бізде бәрі жақсы болады. Мама, кешіріңізші мені. Кешіріңізші. Бізде бәрі жақсы болады. Жылама. Осылай менің қиын күндерім артта қалды. Құдайға мың шүкір. Маған осындай сабырлы да салиқалы ене бергеніне. Мені демеп, баламды емдеп, балапаным жазылып кетті. Расында жәннат ананың табанының астында екен. Әжемнің аяғын жуу мен үшін үлкен дәреже мен сауап іс болды. Оның алғысын алу нағыз бақыт екен. Және де түсінгенім, адам аузынан шыққан әрбір сөзіне, жасаған әрбір ісіне жауап береді екен. Алла тағала біреуге істегеніңді алдыңа келтірмей, бұл дүниеден өткізбеймін деген. Бұл дүние қайтар дүние. Осыны біле жүрейік.